Мен Мәдібек Даяна, Сақтапберген Әлжікова атындағы номер 144 орта мектебінің 6 сынып оқушысымын. Назарларыңызға туған өлкенің тарихын цифрландыру арқылы ата-аналармен ынтымақтастықты нығайту атты зерттеу жобамды ұсынамын. Жобамның мақсаты туған өлкеміздің тарихи деректерін цифрлық форматқа көшіру арқылы ата-аналар мен мектеп арасындағы ынтымақтастықтың жаңа үлгісін жасау. Бүгінгі таңда біз цифрлық дәуірде өмір сүріп жатырмыз. Тарих бұрын қалың кітаптар мен мұражайларда сақталса, қазір ол біздің смартфонымыздың ішіне сыйып кетеді. Мектептегі өзін басқару ұйымы немесе мектеп парламенті мен үшін нағыз көшбасшылық мектебіне айналды. Мен өз жобамды тек жеке зерттеу ретінде қалдырмай, оны мектеп деңгейіндегі үлкен әлеуметтік бастамаға айналдыруды ұйғардым. Мектеп парламентінің мүшесі ретінде мен замандастарымды туған өлке тарихына жаңаша көзқараспен қарауға шақырдым. Осы мақсатта біз мектеп парламентіндегі достарыммен бірлесіп, тарихты бірге сақтайық атты ауқымды акция ұйымдастырдық. Сонымен қатар, мектеп парламентінің ұйымдастыруымен ата-ана біздің тарихымыздың алтын қазынасы атты кездесу өткіздік. Онда біз жинаған цифрлық деректерімізді таныстырып, өзге оқушыларды да өз отбасылық мұрағаттарын зерттеуге жігерлендірдік. Жоба аясында өткізілген жәдігерлер сөйлейді акциясына мектебіміздегі оқушылардың 70% мен 500-ден астам ата-ананың белсене қатысуы оқушы үнінің нақты нәтижесі мен күшін дәлелдеді. Біз тек ескі суретті жинап қоймай, мектеп парламенті арқылы ата-аналар мен оқушыларды ортақ тарихи сана төңірегінде біріктіре алдық. Мен ата-ана ретінде баламның болашағына бейжай қарамаймын. Телефонда бос уақытын өткізгенше еліміздің тарихын тануға арнағанын қалаймын. Жобаның практикалық бөлімін іске асыруда мен ең қолжетімді және техникалық тұрғыдан тиімді құрал ретінде Instagram әлеуметтік желісін таңдадым. Бұл платформа Қызылжарма шежіресі атты виртуалды музей парақшасын құруға және ата-аналармен тікелей байланыс орнатуға мүмкіндік берді. Қызылжарма шежіресі жобасының аясында құрылған Instagram парақшасы қысқа уақыт ішінде мектеп қауымдастығы үшін маңызды цифрлық алаңға айналды. Бұл ресурстың тиімділігі тек жиналған деректермен емес, оның ата-аналар мен оқушылар арасында тудырған оң өзгерістермен өлшенді. Менің оқушы ретіндегі ұстанымым өте анық. Мен өз өлкемнің өткенін құрметтеп және оны бүгінгі күннің тілінде сөйлетуді басты міндетім деп санаймын. Менің ойымша, 6 сынып оқушысы болсам да, мен өз елімнің тарихын сақтауға толықтай жауаптымын. Бұл тәжірибе маған нағыз көшбасшы болуды және өз елімнің болашағы үшін бүгіннен бастап жауапкершілік алуды үйретті. Біз құрған ашық университет болашақта тарихын таныған, технологияны игерген саналы азаматтардың ортақ мекені болып қала бермек.